Екі жинаған компьютер зың 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 процессор мен видеокартасы дың 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 желдеткіш оның дәу 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 дәу. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Кішкене көңіл көтеріп сергіп алдық. Енді жаңа компьютерді жинауға кірісейік. Естеріңізде болса, мен мына ескі компьютерді жинаған едім. Кім көрмеген болса, мына жерге ссылкасын қоямын. Сол ссылканы өтіп видеоны көрсеңіздер болады. Компьютерді жинамас бұрын көріп тұрған бөлшектерге жеке-жеке тоқтала кететін боламын. Сондықтан экран алдына жайғасып, видеоны соңына дейін тамашалауды ұсынамын. Ендеше бастаймыз. Сонымен компьютерді жинағанда ең бірінші орталық процессорды таңдаймыз. Бұл компьютердің ең маңызды бөлшегі. Себебі компьютерде болып жатқан барлық команда осы орталық процессорда өңделеді. Компьютеріңіздің шапшаң қимылдауы да осы процессорға тікелей байланысты. Менің таңдауым Intel компаниясының Core i3-12100F процессорына түсті. Процессордың характеристикасын мына кестеден көре аласыздар. Core i3 процессорының 1200 және 1200F сериясы бар. Айырмашылығы F серияларында видеочип болмайды, яғни міндетті түрде видеокарта қоясыз. Менде видеокарта болғандықтан артық төлеудің қажеті болмады, және мен ол процессордың видеосын ешқашанда қолданбаймын. Ары қарай екінші бөлшек аналық тақта. Мен H610M деген аналық тақта алдым. H сериясындағы аналық тақталар ең қолжетімді, ең арзаны болып келеді. Егер сіз Core i7 немесе Core i9 орнататын болсаңыз, бұл аналық тақта жарамайды. Оның орнына B сериясынан басталатын аналық тақталарды алуға кеңес беремін. Мысалы B660M деген сияқты. Аналық тақтаның сокеті 1700 сокет деген не? Ол орталық процессор орналасатын ұяшық, яғни процессор мен аналық тақтаның сокеті бір-біріне сәйкес келуі қажет. Және мен алған аналық тақтада M2 деген разъем бар. Ол не екенін сәлден соң түсінетін боласыз. Үшінші бөлшек ол жедел жады. Мен 16 гигабайттан екеуін алдым. Толық көлемі 32 гигабайт болады. DDR4, яғни 4-ші поколение деген сөз. Жиілігі 3200 Гц. Және жедел жадының жиілігі аналық тақтаның жиілігімен сәйкес болуы қажет. Келесі бөлшек тұрақты жады. NVMe алдым, көлемі 500 гигабайт. Бұл кәдімгі SSD диск сияқты, бірақ формасы және разъемы басқаша болады. Аналық тақтаға тікелей орнатылады. Мен аналық тақта таңдағанда M2 разъемы болғанына мән бердім. Сіздер де осындай NVMe орнатқыларыңыз келсе, аналық тақтада M2 разъемы болғанына мән беріңіздер. NVMe'нің артықшылығы неде? Әрине ақпарат алмасу жылдамдығында. Салыстырмалы түрде көрсетейін. Мысалы, біз білетін қатқыл дисктің ақпарат алмасу жылдамдығы секундына 100 мегабайтты құрайды. Ал SSD дисктің ақпарат алмасу жылдамдығы секундына 500 мегабайтқа дейін жетеді. NVMe'де ақпарат алмасу жылдамдығы секундына 3500 мегабайтты құрайды. Келесі видеокарта. Алдыңғы ескі видеокартам 1660 Super, көлемі 6 гигабайт. Характеристикасын мына кестеден көре аласыздар. Ары қарай қорек көзі. Бұл да ескі өзімдікі, бірақ кейінірек жаңасын ауыстыратын боламын. Қуаттылығы 550 Вт. Әрмен қарай бізде орталық процессорды суыту құрылғысы, ары қарай кулер деп айтатын боламын. Мен осындай үлкен башенный кулер алдым. Сіздерге де осы сияқты кулер алуға кеңес беремін. Және трубкалары меттен болғаны жақсы. Одан кейін корпус ақ түсін алдым. Жаны мынандай әйнек. Іші көрініп тұрады. Алды ашығын алдым, ішке сырттан ауа тікелей кіру үшін. Және корпус алғанда размеріне мән беріңіз. Себебі сіздің аналық тақтаңыз немесе кулеріңіз сыймай қалуы мүмкін. Сонымен компьютерді жинауға кірсеміз, сіздерге керек болады деген құрал жабдықтар, отвертка және өте кішкентай отвертка, пластмасс хомут, мынандай кусачка және үйректің мұрны сияқты мынандай құрал. Ең бірінші аналық тақтаны алып, ыңғайлы етіп қойып аламыз.
сосын орталық процессорды орнатамыз. Алдымен мына қара пластикті алып тастап, жанындағы тұтқаны аздап басып, жоғары көтереміз. Орталық процессорды орнатқанда арнайы бір бұрышына белгі қойылған, сол белгіні аналық тақтадағы белгімен сәйкес орналастырамыз. Ары қарай аналық тақтаның қорабынан мынандай кішкентай болтты алып, NVM жадын арнайы өзінің разъемына бекітеміз. Келесі жедел жадыны орнатамыз. Менің жағдайымда 2 планка, кейбір аналық тақталарда 4 болады. Жедел жадының ортасында кілті бар. Бір жағы екінші жағынан ұзын болады. Жігіт болсаң оңай орнатасың. Ол үшін мына жанындағы аяқшасын талтайтып, мына ұзын бәлені тығып жібересің. Кейбіреулерінде 2 аяғын талтайтасың. Одан кейін кулер, ең алдымен аналық тақтаның артына мына планкасын орнатамыз. Ары қарай мына темірлерді радиаторға бекітеміз. Бір жағын оңай бекіттім, екінші жағын бекіту үшін желдеткішті шешеміз. Абай болыңыздар, мына радиатор қолыңызды кесіп жіберуі мүмкін. Одан кейін процессордың үстіне термопаста жағамыз. Термопастаны мен сияқты біркелкі етіп, процессордың үстіне жағып шықсаңыз болады. Термопастаны тым аз немесе тым көп жағып жібермеңіз. Ары қарай радиаторды орналастырамыз, оған желдеткішті бекітеміз. Желдеткішті корпустың алды жағына орналастырамыз. Себебі ол радиаторға қарай жел үрлейді, ауа корпустың алдынан кіріп, артынан шығып кетуі қажет. Сосын кулердің сымын мына CPU fan деген разъемға жалғаймыз. Енді корпусымызды алып, қақпағын ашып, ішіне мынандай сары болттарды бекітеміз. Ол үшін мына құралды пайдаланасыз. Менің жағдайымда заводтан бекітіліп қойыпты. Ары қарай аналық тақтаның планкасын корпустың артына бекітеміз. Ол шаңнан және басқа да нәрселерден қорғайды. Сөйтіп аналық тақтаны кулерден ұстап, корпустың ішіне орналастырамыз. Аналық тақтаны мынандай кішкентай шляпасы бар болтпен бекітеміз. Сосын мен осындай желдеткіш алдым, оны корпустың артына орналастырамыз. Қораптан шыққан болтты корпустың сыртынан бекітеміз. Одан кейін корпустың астынан мына темірді шығарып алып, оған қатқыл дискті бекітеміз. Ал іш жағына мына жерге SSD дискімізді орналастырамыз. Келесі бөлшек қорек көзі, оны корпустың арғы бетінен кіргізіп, артынан мынандай үлкен шляпасы бар болтпен бекітеміз. Достар, мен видеокартаны орналастыруды ұмытып кетіппін. Ол үшін корпустың артынан мына қақпаны ашып, бітеп тұрған темірлерді сындырып алып тастаймыз. Видеокартаны PCI Express деп аталатын мына разъемға орналастырамыз. Және үлкен шляпасы бар болтпен бекітеміз. Ары қарай корпустың және қорек көзінің сымдарын артына шығарып, қорек көзінің сымдарын жалғаймыз. Мына көріп тұрған корпустың лампасы мен артына орнатқан желдеткіштің сымдарын бір-біріне кигізіп, қорек көзінің мына сымына жалғаймыз. Ары қарай 24 қосу 4 пинді разъемді сым бұл аналық тақтаны қоректендіреді. Оны өз орнына жалғаймыз. Барлық сымдарды ең қысқа жолмен әкелеміз. Келесі процессорды қуаттайтын 4 немесе 8 пиннен тұратын мына разъемді процессордың қасына жалғаймыз. Ары қарай видеокартаны қоректендіретін сымды жалғайсыз. Әр видеокартада әртүрлі. Ол 6, 8 немесе 12 пиннен болуы мүмкін. Менде 8 пинді разъем. Одан кейін мына сымды SSD дискпен қатқыл дискке жалғаймыз. Сосын мына SATA сымын алып, SSD дискпен қатқыл дискті аналық тақтамен байланыстырамыз. Келесі кезек корпустың сымдарын жалғаймыз. Ол мына кнопкалар мен USB порттар. USB деген жазу бар сымды дәл осындай USB жазу бар разъемға, ал HD аудио деген сымды өзінің разъемына жалғаймыз. Одан кейін мына USB 3 сымын мына жерге жалғаймыз. Келесі мына сымдар бұл компьютерді өшіріп қосу, перезагрузка және индикатор сымдары. Оны мына разъемға жалғаймыз. Астында жалғау картасы көрсетілген, жазуларын бір-біріне сәйкес етіп жалғаймыз. Осымен барлық сымдарды өз орнына жалғадық. Енді корпустың артындағы мына сенің өмірің секілді шұбатылып жатқан сымдарды барынша реттеп, хомутпен қысып, қақпағын жауып тастаймыз. Нәтижесі бізге осындай көрініс сыйлады. Барлығы ұқыпты, тиянақты, артық ештеңе салбырап жатқан жоқ. Ары қарай жинаған компьютерімізге пернетақтаны, тышқанды, мониторды және қорек сымын жалғаймыз. Сонымен достар, әні-міні дегенше компьютерімізді жинап біттік. Қазір ең бірінші қосу. Ендеше компьютерімізді қосып көреміз. Тамаша, компьютер қосылды. Подсветкалары жанып тұр.
Өте тамаша достар. Сонымен енді бұл компьютерге операциондық жүйені орнату қалды. Достар, егер операциондық жүйені қалай орнату керектігі жайлы видео жасауды қаласаңыздар, пікірге жазып кетіңіздер. Мен арнайы видеода флешка арқылы компьютерге операциондық жүйе орнатуды көрсетіп беремін. Өкінішке орай бұл видеода мен бұл компьютерді ойында тексере алмаймын. Әлі ойындарды жүктеп үлгерген жоқпын, сондықтан кішкене уақыт берсеңіздер, келесі видеода мен бұл компьютерді міндетті түрде ойында тексеріп көрсетемін. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетіңіз. Келесі видеоларды жоғалтып алмас үшін арнама жазылып қойыңыз. Және де қазақ тілді контентті қолдаймыз достар. Барлықтарыңызға рахмет.